Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Сәбіз туралы бүгін сіздермен білетінімді айтып бөлісетін боламын. Сәбіз ұмытылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай-ақ С, Б, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы. Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитаминоз және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну өте пайдалы. Халық медицинасында үгітілген сәбіз бен шырынын күйген жерлерге іріңді жараларға қояды. Сәбіз көз ауруларында, жоғары тыныс жолдарының аурулары, ауыз қуысының қабынуы, стоматитті емдеу кезінде пайдаланылады. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап қолдануға болады. Маскалардың түрлерін описаниеге жазып кететін боламын. Құрметті оқырман, келесі видеомда қандай жеміс-жидектердің пайдасы туралы білгілеріңіз келеді, сол туралы комментарий бөліміне жазып бөлісіп кетсеңіздер болады.